Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен глиттер қолдануды көрсетемін. Жалпы канцтовар магазинде сатады. Болмаса, жаңа жылда бүйтіп көзге, шашқа бұрын мектеп кезде қолданатын еді ғой. Сондай бұл глиттер деп аталады. Мен гипс пен суды өлшеп алдым. Г16 гипсін пайдаландым. Сіздер қалай гипс пен суды өлшеуді білесіздер ғой алдыңғы сабақтардан. Мен оны көрсетпей қоямын. Қараңыздар. Осылай қалыбымызға глиттерімізді жаймен деп сеуіп аламыз. Сізге қай жерге сепкен ыңғайлы? Полный ма, әлде бір бұрышына ғана сепкен ыңғайлы ма, әлде жанына сепкен ыңғайлы ма? Білмеймін, сізге өзіңізге қалай ұнайды, солай сеуіп жасайсыздар. Мінекей, маған осылай ұнап тұр. Бір шетінде ғана тұрса болды. Жалпы қиын техника емес, глиттерді кез келген түсінде пайдалансаңыздар болады. Және дайын тұрған гипсіміз бар ғой біздің. Сол гипсімізді араластырып, бір шетінен бастап құятын боламыз. Біз су мен гипсті өлшеуді білесіздер ғой өздеріңіз. Сол бойынша өлшеп дайындап аласыздар да, осылайдан глиттерді құю арқылы жасайсыздар. Міне қараңыздар. Бір шетінен бастап жайлап құйып аласыздар. Бұл да бір әдемі техника болады, негізі әдемі көрінеді. Осылайдан құйып аласыздар, вот, көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, формамыз чуть-чуть қисықтау біздің формамыз. Өз производство Китай болғаннан кейін формамыздың бір шетіне бір қаттырақ қойып қоямыз да, чтобы формамыз біздің қисық шықпас үшін осылай қойып қоятын боламыз. Пузырықтары болса қолыңызбен шерту арқылы ұрып-ұрып жасап жібересіздер. Мен жанына қойған тіреуішті аламын, және де жайлап ашып көремін. Менің есебім бойынша әлі кеппеген. Где-то 40 минут тұру керек. 40 минут тұру керек, иә. Қазір қыс ауасы, күн салқын, күн жоқ деген сияқты. Бірақ бөлме температурасы болғаннан кейін 40 минуттай тұрған жақсы. Міне қараңыздар. Біздің бұйымымыз дайын болды. Жаймен деп ашып аламыз. Ешқандай гипс бұйымымызға салмақ салмаймыз. Жаймен осылай ашып алатын боламыз. Мінекей, біздің глиттер техникамыз осындай. Әдемі болып шықты. Өзіме жалпы ұнады. Жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұның сыртынан лактайсыздар. Лактаған кезде бұл полностью кебу қажет болады. Жалпы паровойға қойып кептіріп алыңыздар. Кепкеннен кейін барып қана лак жағасыздар. Бұлай сразу лак жағуға болмайды. Қараңыздар, разницасын қараңыздар. Мысалы, мынау біздің овальный тарелкамыз кепкен, лакталған, біткен жұмыс. Жаңағы техникамыз бітпеген. Сол үшін кептіріңіздер.